Сәлеметсіздер ме менің тұрақты көрермендерім? Сіздермен әдеттегідей Ардақ Әлбековна. Бүгін мен сіздерге жақсы бір ақпаратпен бөліспекшімін. Ол мұғалімге көмек деп аталады. Енді ең әуелі менің парақшама подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріп, достарыңызбен, әріптестеріңізбен бөлісулеріңізге болады. Және видеоның соңына ұнатқандарыңызды, ұнатпағандарыңызды жазып отыруларыңызға болады. Ал менің келесі видеом бұдан да пайдалы болады деген ойдамын. Ал ендеше кеттік. Бүгін мен сіздерге бағалаудың түрін көрсетейін деп отырмын. Бағалаудың түрі, мысалы мен мұнаны өз ашық сабағымда пайдаландым. Бұл кәдімгі термометр. Әрбір оқушы сұраққа жауап берген сайын, мысалы үшін, 6 балдан бастайтын болса, өз-өзін 6 балға, 7 балға, 8 балға, 9 балға, 10 балға деп өз-өзін бағалап отырады. Сабақтың соңында оқушы өзінің аты жөнін жазып, өткізе салады. Сол кезде мұғалімге де ыңғайлы, оқушыға да ыңғайлы болмақ. Тағы бір мен өзімнің жаңа ашық сабақтарымда қолданған тағы бір қазіргі ақпараттық жүйеге байланысты топқа бөлген кезде, немесе тағы да оқушыларға жұмыс жасатқан кезде, бірінші топ, мына жерде байқап отырсыздар, 2 деп сандар қойыптым. Осыны топқа бөлген кезде мен осы мәселе бұл қазіргі ақпараттық жүйелерді, оқушыларды сабақпен байланыстыру. Инстаграм, ВК, ТикТок, мысалы, тағы да Инстаграм, ВК, ТикТок, осы сияқты WhatsApp'ты да пайдаланып, осы WhatsApp'қа, мысалы үшін, оқушылардың чаттарын, немесе оқушылардың аттарын барлығын жазып, оны да мысалы қазіргі ақпараттық жүйеге байланысты сабақтың ішінде байланыстырып көрсетіп, осыны да сабағымызды қызықты етіп өткізуге болады. Мен өз басым осыны WhatsApp арқылы, TikTok арқылы сабағымда бөліп, оқушыларды ашық сабағымды жақсы өз дәрежесінде өткіздім. Сіздермен бірге болған Ардақ Әлбековна. Сау саламатта болыңыздар.